Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода отоплениеге арналған пешті қалай жасау керектігін көрсетем. Қалай жасалу жолын бүкіл размерлерін айтам. Ешқандай құпиясыз. Сол үшін видеоны аяғына шейін көріңіздер. Мынау темір пеш, отоплениеге арналған. Сол үшін астында қызыл подписаться деген батырманы басып, жаңында қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және видеоға лайк басып кетіңіздер. Мінекей мынау үштік лист. Ені 1,25, ұзындығы 2,5 метр. Осының бетіне өлшеп, болгаркамен сызып, дайындап алдық. Қазір сіздерге барлығын түсіндіріп, размерлерін айтам. Жақсылап тыңдаңыздар. Мінекей жалпы осы бір листтен бір пеш шығады. Егерде өлшемі сәл қате кетсе, мына лист жетпей қалады пешке. Тағы бір лист алу керек болады. Сол үшін қателік жібермей өлшеп сызу керек. Мінекей мынау пештің сырты, сыртының екі жаны, мынау соның алды мен арты. Мынау іші, пештің іші, ішінің екі жаны. Мінекей мынау оның алды мен арты. Мынау үсті жан жағы соларға кетеді, ал мынау сыртының жан жағына кетеді. Мынау пештің ең асты. Мынадан күл түсетін суырма мұржаға кетеді. Ал мыналар 3 сантиметрлік полоскілер. Бұлардың қайреге кететін видео барысында көресіздер. Мен ана жерде де кішкентай қалған соң, бұл жерден де бір полоск сызып алғанбыз. Қазір енді размерлерін айтам. Тура осы размердегідей кессеңіздер, өлшеп кессеңіздер, бір пеш шығады. Мына жаны 60 сантиметр. Мына жаны 76 сантиметр. Мына жағы 23 сантиметр. Мына жері 33 сантиметр. Мынаны 23, мынаны 33 қылған соң, осы екеуінің қиылысынан былай кесесіздер, сәл былай болады. Менің үшін міне пештің мына жанынікі. Екінші бетінде тура осылай, ол міне былай қарай кеткен. Мына арасындағылар полоскілер. Осы пештің арты мен алды. Отыз бес сантиметр. Жетпіс алты сантиметр. Мына жағы 35 сантиметр. Қырық бес сантиметр. Мынау пештің іші. 54 сантиметр. Алпыс бір сантиметр. Жүргесін. 16-да 6 миллиметр. 16 сантиметр, 6 миллиметр. Отыз екіде 5 миллиметр. Осылай кескен соң, мынаны былай кесіздер. Мынау екінші жағы. Арасындағы полоскілер. Неге мына екеуі мынаның артымен алды. Мынаны 28-де 4 миллиметр. 61 сантиметр. Мына жағы 28-де 4. 30 сантиметр. Мына үшеуі осы ішінің жан жағы. 28-де 4. 32-де 5.
28'de тұр. Otuz birde bir. 28'de тұр. Он 6 сантиметр. Мына үшеуі пештің сыртының жан-жағы. Бұл бұлайынан 35 сантиметр. Бұлайынан 33 сантиметр. Мына жағы 35. Мына жағы 31-де 1. Мына жағы 35. Жиырма екіде 3 сантиметр. Пештің асты. Алпыста 6 сантиметр. Мына жағы 35. Мынандай артылған кішкентай жерлерден 3 сантиметр. 3 сантиметрлік полоскалар кесіп аламыз. Бұларды қазір видеода көресіздер. Қайда кетеді. Мына жер осыларды кесіп алғаннан кейін артылған жер. Бұл жерден мұржа және де күл түсетін суырма шығар. Міне мынандай арнайы магнитпен 6 жерден ұстатып қойдық. Енді осыны сваргілейміз. Мына жерлерінде іліп алдық. Мына пештің ішімен бірдей қылып осындай 2 угольник кесіп аласыздар. 3-тік, 4-тік, 5-тік кез келген бола береді. Мына жерге, екінші мына жерге тұрады. Бұл астына күл түсетін сетканы ұстап тұрады. Сосын мынандай 32-лік турбадан сыртымен бірдей қылып екеу кесіп аласыздар. Бұл мына жақта ішінен тұрады. Бұған от тию керек. Дәл ортасынан пештің есігі сиятындай қылып кесіп алдық. Осындай кез келген пештің есігі болады. Осы сиятындай қылып ортасынан кесіп аламыз. Сваргілеп алдық. Екеуінің арасы 35,5, мына жағы 25 болу керек. Қазір бұдан да 2 жағына тағы да сваргілейміз. Сосын міне 2 турбаның орнын тесіп алдық. Міне мынаның тұсынан сызылған. Мына жері 7 сантиметр. Бұлай кесілген, мына екеуінің арасы 2 сантиметр. Мына жағы
Мына жер 6 сантиметр, бері қарай 1 сантиметр уклон болады. Арасы 2 сантиметр. Мынаның мына 3 жағын 3 сантиметрден шығарып, ортасынан кесіп алдық. Бұл міне сырты. Мінекей 2 тұрғаны сваркілеп алдық. Мына міне қарай уклон болып тұр. Қазір мен оборот кесіп алдық. Енді оборот болады. Обороттарын сваркілеп алдық. Мінекей астына жан жағына видеоның басын айтқан 3 сантиметрлік полоскілерді қойдық. Мінекей аузына да осындай 3 сантиметрлік полоскілерді қойдық. Енді мына жерге бері қарай күл түсетін қаңылтыр сваркіледік. Мынау асты. Енді сыртын қаптаймыз. Мінекей мұржа шығу үшін осындай дайындадық. Нерге 100-дік тұрба кетеді мұржаға. Нері 10, жағы 12. Осындай 4 пыштық дайындадық. Мінекей үстін тестік. Үстінгісін енді мына жер тесіп, осыны бекітеміз. Былай қарай 100-дік тұрба мұржа шығады. Мінекей мұржаны дайындап алдық. Ішкісін тесіп, сваркілеп, міне сыртының бәрін қаптадық. Өз орындарымен. Сосын міне мына жерге мінекей 3-тік полоскадан осылай домалақтап қойдық. Енді осы жерді сваркілеп, астын тесіп аламыз. Мінекей аузы мына жерде 3 сантиметр. Бұның арасынан 3 сантиметрдің арасынан су жүреді. Енді полный құямыз. Мінекей мына іші мына жерге шейін, мына жерге сеткі қойылады. Астына күл түсетін суырма істейміз. Сосын астын жабамыз. Мінекей полный сваркіледік. Мына жерін тестік. Суырманың орнын дайындадық. Астын жаптық. Суырма міне. Екі жағына ұстайтыны бар. Мына жағы 50, тереңдігі 10 сантиметр. Солай. Суырма дайын. Енді бұған 4 аяқ істейміз. Мінекей 4 аяғы дайын. Мынандай 4-тіктен. Енді есігінің жан жағына мынандай 1,5 сантиметрлік листтен 4 жағына сваркілеп, қайырып, есікті ұстатып қоямыз. Так, мінекей пеш бітті, есігі міне. Осылай сваркілеп, ұрып, қайырып, ұстатып қойдық. Мынау чугім. Мінекей есігі астында күл түсетіні. Мына жерге өз сетік тұрады. Барлық сетінің размері бірдей. Осы жерге тура келеді. Мына күл түсетін суырма. Екі жағында ұстайтыны бар. Мына жерден көмір салады. Бұл жерге мынандай тұрады. Мұржа. Бұның арасынан су жүреді. Отоплениеге арналған пеш.
Видео ұнаса лайк басамыз, және астында қызыл подписаться деген батырманы басып, жанында қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде менің шығарған видеомды бірінші болып көресіз. Және комментарийға кез келген сұрақтарыңызды жаза беріңіздер. Мен барлығын оқимын, барлығына жауап беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.